Тыныс, тулатысқан сияқты білдіртпей, қамыстардың арасынан қуатты Пикси. Ессізбей тұрған тамағын аңдуда. Тым кес тамақ! Ұсталтың сен! Қай, мұқтазасынам, я? Жаман емес. Кәне тағы да қайталап көрейік. Ендігі жолы не істеп жатқанымды дауыстап айтып керек жоқ. Вау, Бутус! Мынау не, сен бе? Әскерге жаңадан келген кезім. Сен сондай пөпітті, сүйкімді болыпсың ғой. Бұған мен төтеп бере алмаймын. Табиғатын жаратқаны ғой. Күшікпін мен мұнда. Бірақ та шынымен де сүйкімді болғаным рас. Қазір бұл маңызды емес. Ал анау олсаның тағы жігіт кім? Бұл сержант Серджио Кастилло, менің тренерім. Қандай керемет жігіт? Керемет жігіттің өзі. Супер Пикси көмекке дайын! Супер күш! Супер азылы күш! Бутус, азылы күш! Бұду. Айтады ғой, иттің көлемі маңызды емес, бастысы жауынгерлік рухы болса деп. Бұл менің жерім, иттің ғана баласы. Жерімен саған тиіспей тұрғанда кетіп қал. Қалжыңның керемет екен, бауырым. Мен не саған прикол ұстап тұрмын ба не? Сен білесің бе, қазір мен сені бетіңді бет қылам, көрде тұр, көтіңді арам, ұқтың ба, сен таяқчық. Жоқ, сөйтсе иттердің көлемі де маңызды екен ғой. Кейде. 28, 29, 30. Дайынсың ба әлде жоқ? Пикси, мен сені іздеймін. Ол мұнда жоқ қой. Ас бөлмені қарап келейін. Мен тұғылудың мастерымын. Су! Юху! Пикси! Не істедің? Жүзе алмайсың ғой? Ойбай, рахмет Бутус. Су тереңде боямаппын. Секірмес бұрын тексеріп алу керек еді. Білемін. Мен суды көрген сайын қуанғаннан бәрін ұмытып секірім кеп кетеді. Ой, нанықа, су, юппи, кесі, ұмытып кеттім. Сәлеметсіз бе? Маған сіздің толаныңыз қатты ұнайды. Әдемі екен. Рахмет. Сен мені өрмекші екенімді ұғып тұрсың ба? Сонда, сен менен қорықпайсың ба? жоқ. Мүлдем қорықпайсың ба? Неге қорқуым керекпін? Сіз мейірімдісіз ғой. Ананы қара, ана Пиксидің айтып жүрген үлкен ағасы ғой. Кеттік оған, жаңа жылмен құттықтап жіберейік. Сенімсің бе? Түріне қарасам ешкімді жолатпайтын сияқты. Өте үлкен және қатал түрінмен ба? Жылтырағанның бәрі алтын емес. Мүмкін сен дұрыс айтасың. Көрші болған соң танысуымыз қажетпіз. Сәлем, мен Лоламын, ал бұл Безежан. Ал сіз бізге жаңа көршісіз? Біз сізді жаңа тыртығыңызбен құттықтаймыз дегенбіз. Жылыңызбен. Жылыңызбен? Жаңа жылыңызбен. Жақсы, бақытты қарсы алыңыз. Біз кеттік. Мынау ит тура тамаққа шегенің өзінде бұрқ еткізетін сияқты. Жылдырғаның бәрі алтын емес деген қайретті. Ой, кетші. Пиксидің жанында мұндай қорқынышты иттің тұрғаны сене алар емеспін. Соны айтам, тоқтай тұр, ол не істеп жатыр? Ой, ол аған гүл сыйлап жатыр ма не? Бұл ит үшін тым сүйкімдірек. Мен оны жақсы ит деп ойлаймын. Без алды ойындағымыз сияқтымыз. Ол бізді көрген жоқ шығар. Сфинкс мысықтардың бір түрі. Ел жұрт оларды тақырбас мысық деп біледі. Маған қызық болып тұрғаны, басқа жануарлар сол мысықтарға осы туралы сұрақтармен қанышпей ме екен? Безежан, сұрақ қойсам бола ма? Не болып қалды тағылуы? Менің сұрайын дегенім, сенің туған жерінде өзге ғаламшарлық иттер бар ма? Мен өзге ғаламшарлық емеспін. Жарайды.
ал артынан қууға болатын өзге ғаламшарлық тиіндер? Мен саған не деп тұрмын? Мен өзге ғаламшарлық емеспін. Мен саған 1040 рет айттым. Мен сфинкспін. Бұл тақырбас мысықтардың бір түрі. Мен тақырбас мысықпын. Өзге ғаламшарлық емеспін. Аха, тақырбас мысықпын де. Келесі жолы маған тақырбас иттердің бар екенін айтып қойсаңшы. Ондай иттер де бар. Оларды ксола деп атайды. Сендік. Ксоло, ксфинкс. Таппайтын жоқ сенің, е? Келесі жолы сен етінде қылып ойлап тауып кел. Мен саған неге дәлелдеуге тырысып жатырмын? Өзге ғаламшарлықтар ақылды деп ойлағанмын. Мен өзге ғаламшарлықтар емеспін.